Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай жұмсақ, тәтті келетін пряник жасаймыз. Ал енді қамырына кірісеміз, бізге ыстық сүт керек болады. Ыстық сүтке шекерді саламыз да араластырып аламыз. Сосын оның үстіне 130 граммдай ұн саламыз. Сонымен ішінде түйіршігі қалмас үшін жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майдан соң бір толық жұмыртқа мен 2 жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Енді осы массамызға қалған ұнымызды салып қамыр елеп аламыз. Қопсытқышты ұмытпаймыз. Міне қамырымызды елеп алдық, қолға жабыспайды. Енді қамырымыздың әрқайсысын 40 граммнан бөліп, осылай противенге салып дайындап аламыз. Бетін шамалы қолымызбен басып, духовкаға 180 градусқа 20 минутқа жібереміз. Енді прянигіміздің бетіне осы глазур жасап аламыз. Бұл жерде сахарный пудра мен жұмыртқаның ақуызы. Міне пряниктеріміз дайын болды. Енді толығымен суығанша күтеміз. Толығымен суыған пряниктерді осылай глазурға батырып аламыз. Біздің рецептіміз өте оңай әрі жеңіл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.